Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге дәмді шоколадты пончик дайындайтын боламыз. Бетіне кез келген шоколадты қолданып, әсемдеу өз еркілеріңізде міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттің тізімін описанияның астына қалдыратын боламын. Ең алдымен жылы сүтімізді құямыз. Үстіне бір дана жұмыртқаның сарысы және шекер, тұз салып араластырамыз. Және үстінен дрожжымызды да саламыз. Ұнымызды електен өткізіп аламыз алдын ала және үстіне аз-аздан сала отырып, қамыр илей аламыз. Достар, ұнның мөлшері көп немесе аз қосуымыз мүмкін, себебі ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Қамырымызды илеп болған соң, жұмсақ сары майымызды салып, бір қайтара илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Жұмсақ етіп илеп алдық. Енді ыдысымызға салып, бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды алып, қолымызбен домалақтап, бір қайтарып аламыз. Және оқтауымызбен домалақтап жайып аламыз. Кішкене оны сеуіп жібереміз. Осылай домалақтап жайып аламыз. Қалыңдығын 1 сантиметр етіп жайып алдым. Және домалақты кольцомен барлығын кесіп шықтым. Осылай домалақты барлығын кесіп шығатын боламыз. Немесе бұдан үлкен размермен де кесуге болады. Ортасын бұл ұпайдың насадкасымен кесіп домалақтап алдым. Бұл әсемдік үшін. Және дайын болған қамырымды 10-15 минутке көтерілгенге дейін қалдырдым. Дайын болған қамырымды қызып тұрған майда бауырсақ етіп қуырып алдым 2 бетінде. Қатты майымыз қызып кетпеу керек, өйткені тез пісіп қалса, ортасы піспей қалуы мүмкін. Осылай екінші бетіне аударатын боламыз. Осылай аударып қызартып аламыз. Дайын болған пончиктерімізді алып, сүзіп аламыз. Барлығын толықтай суытатын боламыз. Дайын болған соң ақ және қара шоколадымызды водяной баняда ерітіп аламыз. Және мен әртүрлі болу үшін краситель қостым. Кез келген краситель қоссаңыздар болады. Барлығын шоколадқа салып аламыз. Осылай. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен кондитерлік мешокқа ақ шоколадты кішкене салып ерітіп алып, осылай узорлар жасап шықтым. Және әсемдік үшін жанына присипка сүйіп шықтым. Міне достар, бізде осындай керемет пончиктеріміз шықты. Бір жасағаннан ақ сіздерде де осылай шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.